Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді көженің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: ет, картоп, тәтті бұрыш, пияз, күріш қажет болады. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз да етімізді салатын боламыз. Менде қазының еті, сіздерде жылқының еті, қойдың еті болса да болады. Үйде бар заттардан жасалатын дәмді, өте дәмді, балалар сүйіп жейтін көже. Сіздер де жасап берсеңіздер болады. Мінекей пиязымыз қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуырылып бітті. Енді тәтті бұрышымызды, помидорымызды, томат қоссаңыздар да болады. Тұзымызды барлығын салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Картопымызды салып, тұз саламыз және 10-15 минут қуыратын боламыз. 10-15 минут қуырылып болған соң суымызды құйып, қайнаған соң күрішімізді салатын боламыз. Сорпамыз біраз қайнау қажет, 20-30 минуттай қайнау қажет. Сосын барып күрішімізді жуып салатын боламыз. Мінекей сорпамыз дайын болды, ас болсын.